Саламатсыздар балалар. Қазақстан тарихы 8-ші сынып. 20-шы ғасырдың басындағы Қазақстан бөліміндегі 20-шы ғасырдың басындағы қазақ интеллигенциясының көрнекті өкілдері тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақта қазақ зиялыларының шығармашылық мұрасын талдаймыз және қоғамдық санаға тигізген әсеріне баға береміз. Дыбыссыз ой атысы әдісі. Көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты. Өткізбей қараңғыда бекер жасты. Жер кетті, дін нашарлап, қан харам боп, қазағым енді жату жарамасты. Балалар, өлең жолдары кімге арналған? Автор бұл өлең жолдары арқылы нені насихаттайды? Неліктен өлеңге оян қазақ деп ат қойылған? Рахмет балалар. Сіздермен келісемін. Осы 4 шумақтан Міржақып Дулатұлының зар-мұңы, елі мен жерінің бақытының көксеген ойшылдығын, келер ұрпақтың қамын жеген кемелділігін көре аламыз. Болашаққа деген нық сеніммен жігерленген оның шығармашылығы қазақ халқының бостандығы мен теңдігін жолындағы күресімен тығыз байланысты. Оның тағдыры патша үкіметінің қуғын-сүргіні мен сталиндік репрессияның зардабын басынан өткізіп, әділет пен шындық жолында құрбан болған қазақ зиялыларына тән тағдыр екені баршаға мәлім. Қазақ зиялыларының шығармашылық мұрасын Міржақып Дулатұлының мұрасы арқылы тарқатсақ. Міржақып Дулатұлы 6 алашқа аты жайылған, өз заманында қоңыраудай күмбірлеп, халқына, білімге, ғалымға, оянуға шақырған ардагер азамат. Сан қырлы, саңлақ, дарын екені сонау кезден бізге белгілі. Міржақып Дулатұлы тек поэзияда ғана емес, шығармашылық еңбектің қай саласында болмасын өзіндік із қалдырған. 20-шы ғасырдың басында қазақ халқының отаршылдық езгіден құтылып, рухани оянуға үлкен үлес қосқан тұлғалардың бірі Ахмет Байтұрсынов пен Әлихан Бөкейхановтың серіктесі, саяси қоғам қайраткері, ақын, жазушы, публицист, ағартушы ұстаз. Ұлтына оян қазақ деп ұран салған қайраткер қазіргі Қостанай облысы Жанкелдин ауданында дүниеге келген. 1897 жылы 2 сыныптық орыс қазақ мектебіне оқуға түседі. 1905 жылы Қарқаралыда патшаның отарлау саясатына қарсы ереуілді көреді. Серке газетінің 1-ші санына жастарға деген өлең жариялайды. 2-ші санында басылған біздің мақсатымыз мақаласы қазақ халқын жергілікті және отарлық өкіметке қарсы қою рухында жазылған деп бағаланады. Міржақып Дулат ағартушы, ұлт мүддесі, тәуелсіздік жолындағы жалындық күрескер, алаш қозғалысының қайраткер болған азамат. Осы жолда ақындық, жазушылық, аудармашылық, журналшылық қабілеттері барынша пайдаланған. 1909 жылы Міржақып Дулатовтың тұңғыш лирикалық публицистикалық өлеңдер жинағы «Оян қазақ» Уфадағы Шарқ баспасына, екінші басылымы 1911 жылы Орынбордағы Уақыт баспаханасынан жарық көрген. Бұл жинаққа ақынның 1902-1909 жылдар аралығында жазған өлеңдері енген. Сонымен қатар бұл жинақта енген шығармаларды Міржақып Дулатов тақырыбы мен мазмұнына қарай шартты түрде 3 топқа бөлген. Олар: бірінші, қазақ халқының өткен тарихынан елестер. Екінші, қазақ қауымының ғасыр басындағы әлеуметтік ахуалы. Үшінші, елдің болашаққа тағдырына байланысты көтерілген адамгершілік оқу-ағарту мәселелері. Міржақып Дулатұлы алдыңғы қатарлы қазақ зиялылары сияқты туған халқының патша езгісінен тезірек азат болуын армандап, отаршылдыққа қарсы күреске сол 20-шы ғасырдың басында араласып, 1906 жылы тәуекелге бел буып, Міржақып Дулатұлы Ахмет Байтұрсынұлымен бірге Петерборға барады. Петерборда Міржақып Дулатұлының журналистік жолы басталады. Мұнда Қатардың Үлфат газетіне байланыс жасалады. Қазақ оқушыларына арнап, Үлфаттың қосымшасы ретінде Серке газетінің жарыққа шығуына көп еңбек сіңіреді. Газеттің 1-ші нөмірінде жүрегі айна, көңілі ояу балаң ақынның жастарға деген өлеңі жарияланады. Қой бастаған серкедей болып, надандықта, түнекте жатқан қазақ халқын жарыққа алып шығуға шақырады. Сөйтіп, 1904-1906 жылдары Міржақып Дулатұлы Зайсанда,
кейін Ташкентте мұғалімдікпен айналысады. Сонымен қатар ақын тек әдеби шығармашылықпен ғана айналысып қоймай, қоғамдық өмірдің қай саласында болмасын өшпес із қалдырып, өшпес тұлға, ірі саяси қоғамдық қайраткер ретінде де таныла бастады. Міржақып журналистің белсенділігі артқан кезең қазақ газетінің баспана шығуын ұйымдастырып жариялау кезі. Алаштанушы ғалым Мәмбет Қойгелдиев қазақ газеті белгілі дәрежеде сол кезеңдегі қазақ ұлт азаттық қозғалысының ең белсенділігі қайраткерлері Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов және Міржақып Дулатовтың үлкен еңбегінің ортақ жемісі еді деп объективті бағасын береді. Осы жазушы, публицист, ғұлама ақынның мол мұрасының ішінде әрине әдеби шығармашылығының орны бөлек. Әдебиетке өзінің тұңғыш туындысымен «Оян қазақ» деп ұранға келіп, қазақ әдебиетіне өршіл сарын, тіліп түсер өткір сөз, ойлы пікір әкелді. Ұзақ жылдар қара күйе жағылып, аты ашық түрде айтылмай жүрсе де, Міржақып есімі азаматтық пен күрескерліктің символы болып білді. Кейбір әдеби зерттеу еңбектеріне сынайлы кіріп, сыналып жатса да, сол шағын үзінділерден ақ Міржақыптың халық қасиетін жанымен түсініп, шығармашылығын алтын арқау еткен жан екені сезіліп тұрады. Бүкіл ғұмырын елінің бостандығы мен теңдігі жолында паш еткен азаматтың шығармашылығымен кеңінен танысып жатқан бүгінгі шақта көп нәрсеге көзіміз жетіп, тума таланттың болмысын танығандай. Міржақып Дулатұлы қандай бір тақырыпқа жазбасын және қай жарнаға қалам сілтемесін өз өмірін сүрген тарихи кезеңдегі қазақ халқының тағдырының шындығын жазып, өзекті мәселелерді талдап, өткір көтере білді. Бір кезде Ресейге кіріп, соның құрамында әртүрлі ұлттармен, ұлыстармен бірге адам қатарлы өмір сүреміз деген халықтың үміттері ақталмағанын, патша үкіметінің тепкісінде тұншыққан ұлттың аянышты, ауыр халінің шынайы шындығын, олардың халықты жан жақты аяздай қысып бара жатқанын, аяқ асты тапталып қалған ақын өз көзімен көріп, бұларды осынау қараңғылықтан қалай құтқарамын, қалай шарықтандырамын деп тырысқан ақынның жан айқайы таршылық хәліміз қақында аз мінәжат атты өлеңімен көруге болады. Алаш қозғалысының көсемдерінің бірі, көрнекті қоғам қайраткері, жалынды ақын, жазушы Міржақып Дулатовтың ұлты үшін жасаған қызметтері, шығармашылық бүгінгі қазақ әлемінде жақсы аян. Оның өткен ғасырдың бас кезінде жарық көрген «Оян қазақ» ұлт қозғалысы дәуірінің басында тұрғаны да белгілі. Ал «Бақытсыз жамал» романы қазақ прозасының бастауы болса, есеп туралы да математикалық оқулықтың ең алғашқы сыйы. «Оян қазақ» кітабы Урфада басылып шығып, бүкіл қазақ еліне аты шыққан Міржақып Дулатов небәрі 24 жаста еді. Оның бәрі бүгінгі қазақ тарихында жақсы мәлім. Шелде бүгінгі тарих парағында есімдері алтын әріппен жазылған тумысы бөлек тұлғалар. Ұлтымыздың мақтан тұтар ұлылары мен ұлықтары шетелде. Қоңыратбаев Әуелбек Тұрқұлов, филология ғылымдарының докторы, профессор, айбаттанушы, Қызылорда облысы Шел ауданында дүниеге келген. Оның негізгі еңбектері қазақ фольклоры, көне түркі поэзиясын зерттеу және қазақ әдебиетін мектептерде оқыту мәселелеріне арналған. 19 ғасыр мен 20 ғасырдың басындағы қазақ әдебиетінің оқу кітабы, қазақтың қозы көрпеш баян сұлу жыры туралы әдебиетті оқыту методикасының очерктері жарық көрді. Қоңыратбаевтың бірқатар еңбектері айбаттану мәселелерін сөз етеді. Әсіресе ақынның шығыс әдебиетіне байланысын ашуға арналған. Ол Абайдың өмірі мен ақындық жолын зерттеу мәселелеріне байланысты оннан астам ғылыми мақала жазып, 1945 жылға Абай шығармаларының академиялық жинағына түсініктер жазады. Ал оқушылар бүгінгі алған білімдерді бекіту мақсатында бірнеше тапсырмалар әзірленді. Назар салайық. Бірінші тапсырма: екі жақты полиграф әдісімен Міржақып Дулатовтың
еңбек жолын Алаш Орда қатарындағы қызметіне байланысты талдаймыз. Рахмет балалар. Енді тапсырмамызды тексеріп көрейік. Қаншалықты сәтті орындадық? Міржақып Дулатов саяси қызметі, яғни Алаш қозғалысының қайраткері, журналист, Серке газетін ұйымдастырушы, Қазақ газетін ұйымдастырушы. Шығармашылық қызметі: Оян қазақ, Таршылық кәліміз қақында азминашат, бақытсыз жамал, есеп туралы да. Меніңше барлық тапсырманы сәтті орындадық деп ойлаймын. Келесі тапсырмаға қараймыз балалар. Маңыздылық пирамидасын пайдаланып, Міржақып Дулатовтың шығармаларын қазақ қоғамындағы маңызына қарай орналастырамыз. Сәттілік бастаймыз балалар. Жақсы, бұл тапсырманың дұрыс-бұрыстығын тексеріп көрейік. Бірінші Оян қазақ кітабы, одан кейін Бақытсыз жамал романы, одан кейін есеп туралы. Жақсы балалар, келесі тапсырмаға қарайық. Ал балалар, енді өз қаламыздың тарихына да назар салайық. Үшінші тапсырма бойынша суретті сурет әдісіне деректерге сүйеніп, Әуелбек Қоңыратбаевтың қоғамдағы рөлі мен қызметін талдаймыз. Ғалымның негізгі еңбектері қазақ фольклоры, көне түрік поэзиясын зерттеу және қазақ әдебиетін мектептерде оқыту мәселелеріне арналған. Бірқатар еңбектері абайтану мәселелерін сөз етеді. Әсіресе ақынның шығыс әдебиетімен байланысын ашуға арналған. Ал Абайдың өмірі мен ақындық жолын зерттеу мәселелеріне байланысты 10-нан астам ғылыми мақала жазып, 1945 жылы Абай шығармаларының академиялық жинағына түсірді. Керемет балалар. Туған өлкеміздің біртуар перзенттерін білу киелі парызымыз. Енді оқушылар сабағымызға кері байланыс жасайық. Алақан жұдырық әдісімен экранға. Алақан қызықты да түсінікті, үш саусақ қызықсыз, күрделі, жұдырық пайдасыз, құнды емес. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Енді үй тапсырмасы. Әуелбек Қоңыратбаев қазақ әдебиетінде өзіндік орны бар тұлға, яғни Әуелбек Қоңыратбаевқа 120-200 сөзден тұратын шағын эссе жазып келеміз. Бүгінгі сабақта қызықты да мазмұнды мәліметтер